Әжелерден қалған өсиет, ер жігіттің құлағына. Жар қылып алар қызыңның шешесіне қарарсың. Шеше көргенді ал, алма ағашынан алысқа түспейді. Сонан соң әкесіне қара. Әке қатал әрі мейірімді болу керек. Билігі еркекте болған үй береке. Осыны ұмытпа. Еркек балаларымен қоса әйелінде тәрбиелейді. Олардың санасына исламды құй. Дін жолын үйрет, оқыт. Аллаға жақынның адасқанын көргенім жоқ. Сондықтан осы іске жақсы көңіл бөл. Алғаның басқаны емес, әуелі сені сыйласын. Күйеуін ерім, балаларымның әкесі, болашағым деп сыйлаған әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі әулетіңнің алдында саған абырой сыйлайды. Оны қадір тұт, бар жақсы сөзіңді арна. Жұрттың балаларының көзінше құшақтап сүйме, өзіңнің де оның да қадірін қашырасың. Оның барлығы оңашада қылар іс, ал басқа уақытта көзқарасың мен оған жақсы жасар ісіңді жетіп жатыр. Оның жасар ісіне араласпа. Ақылды әйел сен араласпай-ақ қажет ақылын өзі келіп сұрап алады. Оны қызған, тек жөнімен болғаны дұрыс, ал шамадан артық қызғану ұрыс-керіске себепші болады. Қанша ұрыс-керіс болса да өз араларында болсын, сыртқа шығарушы болма. Ұрыс-керісте я сен жеңіл, я ол жеңілсін, ал қателік пен дұрыс-бұрысын ашуларың басылған соң талқылаған жөн болады. Оны ешқашан алдама. Кез келген жағдайда тек шындықты айт. Оның өзіңе деген сенімін жоғалтып алма. Сезімнің іргетасы сенімнен қаланатынын ұмытпа. Не нәрсеге де сабыр қыл, барлығы қанағат тұт. Әйеліңнен де осыны талап ет. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосын жайларына қарсы тұра аласыңдар. Қазақ айтады, қызың жақсы болса бір бақыт, ұлың жақсы болса мың бақыт, келінің жақсы болса шын бақыт. Жақсылықтан үміт етсең, сабыр ет. Адам болатын жігіт алдымен өз нәпсісін билейді, содан кейін ауылын билейді. Ауыл билеген аймағын билейді. Жігітке жар қымбат, намыспен ар қымбат. Ердің жақсысы елімен ойласады, әйелі жақсысы ерімен ойласады. Болар елдің баласы 15-інде баспындер, болмас елдің баласы 30-ында жаспындер. Кішіпейілділік абыройды асырады, тәкаппарлық құтты қашырады. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқанынан қайтпас. Ата тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без. Ешкім сабыр сақтамаған жерде сабыр сақта. Ешкім құрметтемеген жандарды сен құрметте. Ешкімнің қолынан келмеген жұмысты сен жаса. Сонда ешкімнің қолы жетпеген жетістікке сенің қолың жетеді. Бізде көп адам мен өте жақсы адаммын деп ойлайды. Сол ойымен өзі кінәлі жерде өзін ақтап алып, өзгені кінәлі есейді. Ол дұрыс емес. Өзіңнің қандай адам екеніңді білгің келсе, аузыңнан шыққан сөзіңді, ойыңды бақылап көр. Сол кезде білесің қандай жан екеніңді. Адам өзінің мінезін білгенде ғана онымен жұмыс істей алады. Әрбір іс, сөз, ой елегінен өткенде ғана шын бақытты сезіне алатыныңды ұмытпа. Құрметті көрермен, арнаны қолдап лайк басып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар.